Өміріңізді өзгертуге арналған 4 апта. 3 апта. Жоспарлар, мақсаттар және армандар. Жоспарларды жазу және орындау. Жазу барысында көтеріңкі көңіл күйде болғаныңыз жөн. Бір кездері нені ұнаттыңыз, қазір нені ұнатасыз? Бәрін еске түсіріңіз. Тек жұмыс пен ақшаны ғана емес, демалысты достарыңызбен және жақындарыңызбен өткізетін уақытты, өзіңізге уақытты жоспарлауды ұмытпаңыз. Сіз орындағыңыз келетін жоспарды жазуыңыз керек. Одан тізе тірілдеп, жүрек қағысы жиілеп, ерекше әсер алатындай сезімде болуыңыз қажет. Өз өміріңізден өзіңіз оқуға қызығушылық танытатын кітап жазыңыз. Осы кітапқа нақты мерзімдер мен нақты қадамдарды қосыңыз. Ғажайыптар тізімі. Орындалмайтын арман болмайды. Тек миды сендірте алу керек. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Мысалы, әлемдік үстемдік, Эверестке көтерілуге деген ұмтылыс. Мүмкін сіз 89 жастасыз. Сынды өшіріп, әлемнің барлық мүмкіндіктері сіздің аяғыңызда екен елестетіп көріңіз. Тек саусақтарыңызды басу керек. Күнделікті жоспарлау. Әр кеш сайын келесі күнге жоспар жазыңыз. Қысқа, шамамен кез келген нәрсе. Бірақ жоспар болу керек. Келесі күні сіз бұл жоспардың бар екен ешқашан есіңізге түсірмесеңіз де, сіздің өнімділігіңіз бірнеше есе артады. 4 апта. Шекараларды кеңейту. Басқаша өмір сүруге тырысыңыз. Кішкентай нәрселерден бастаңыз. Жұмысқа жаңа жолмен барыңыз. Бейтаныс кафеге немесе өте қымбат дүкенге барыңыз. Жаңа спорт түрін қолданып көріңіз. Сіз ешқашан жасамаған нәрсені жасауға тырысыңыз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Дәл қазір мен басқаша не істей аламын? Сіз өзіңіздің жаңа нәрселерді сынап көруді әдетке айналдыруыңыз керек. Жайлылық аймағынан шығыңыз. Әрине барлық алдыңғы тармақтар, егер сіз оларды шынымен орындаған болсаңыз, жайлылық аймағынан шығудың өзі оңай емес. Дегенмен тоқтамау керек. Қорқынышымызға көз жүгіртеміз, және біз оларды көріп қана қоймай, олармен күресеміз. Мысалы, биіктіктен қорқасыз ба? Парашютпен секіруге барыңыз. Бейтаныс компаниялардан қорқасыз ба? Кешке бейтаныс компанияға барыңыз. Тіпті жалғыз барыңыз, өйткені досыңыздың артында жасырынып қалмас үшін. Сіздің күткеніңізден де асып түседі. Осындай қарапайым күнделікті заттар олардың өміріңізге енгізе отырып, сіз үйлесімділікті, құдіреттілікті сезінесіз. Демалу, үйден міндетті түрде шығу, интернетті міндетті түрде өшіру, және міндетті түрде жалғыз демалу, және міндетті өзіне кері байланыс арқылы. Бұл не, барлығы қалай өтті, қандай өзгерістер болды, осының бәрінен кейін қалай өмір сүруге болады. Сізді осы жолдың ортасында не күтеді, білесіз бе? Нәтижесі сіз ойлағаннан да басқаша болады. Достар, менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.